Сәлем құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бұл қазақ тілі сабағы синтаксис бөлімі, тақырып адам құқығы мен бостандығы, грамматика, ыңғайлас, салас, құрмалас. Барлықтарыңызға сәтті сабақ болсын, ал біз кеттік ендеше. Достар, сабақ басталмастан бұрын мына нәрсені айтқым келіп жатыр. Сабақ өте оңай, сіздерге барынша жеңілдетуге тырыстық. Және де осы үй жұмысын жеке чатқа жіберсеңіздер Telegram желісінде бойынша, және де ютубтан үзбей сабақ қарап отырыңыздар Zoom арқылы. Біз сабақ кестесі басталған кезде уақытылы сабаққа кіреміз, жақсы ма? Енді 4-ші тоқсанда біз қандай тарауларды өтеміз? 4-ші тоқсан 4-ші тараудан басталады, адам құқығы мен бостандығы. 5-ші тарау отбасы және демографиялық өзгеріс. 6-шы биотехнология және гендерлік инженерия келешегі. 7-ші бұқаралық ақпарат құралдары. Енді мақсатымыз қандай біздің? Адам құқығы мен бостандығы 4-ші бөлімде ыңғайлас, салалас, себеп салдар, қарсылықты салаласты өтеміз. Және де негізгі мақсатымыз салаластың 3 түрін ғана жекелей талдау, аудиомәтіндерді тыңдап, оқып, жанрлық ерекшеліктерін анықтау, өзекті мәселелерді талқылау, сараптау, салалас түрлерін мәтіннен тауып, қызметін түсіну. Тақырып бостандықта өмір сүру ол әр адамның арманы екенін білесіздер. Және де сол арманға жету үшін біз ыңғайлас салаласты қолданамыз грамматика ретінде, жақсы ма? Ыңғайлас салаластың белгілері бұл 3 белгісі бар. 3 белгісі болғанда 3 жалғаулықтан тұрады. Өзі негізі ыңғайлас деген сөздің өзі, мысалы, қолайластыру. Белгілі бір нәрсені істейміз, ыңғайластырамыз, іс-әрекетті қолайластырамыз. Енді және де әрі деген жалғаулықтардан тұратынын көрдік. Бұл жерге мысал келтіріп жіберейік енді. Нұрбектің қаласында мектеп ашылатын болды және оған жаңа мұғалім келеді. Бұл жерде Нұрбектің қаласында мектеп ашылатын болды деп сөйлемді аяқтай аламыз, және де жаңа сөйлем бастап оған жаңа мұғалім келеді деп айта аламыз. Ал неге бұл жерде бір сөйлем болып тұр? Себебі және жалғаулық арқылы біз екі сөйлемді бір сөйлемге айналдырып жібердік. Яғни бір-бірімен ыңғайластырып жібердік, бір-біріне қолайластыру. Даде жалғаулығына тағы бір мысал. Жаугершілікте ата-анасы басқа жаққа ауып кетті де, бала менің қолымда қалды. Жаугершілікте деген қандай сөз? Соғыста, яғни соғыста ата-анасы басқа жаққа көшіп кетті де, бала менің қолымда қалды. Біз айталамыз, тағы да. Жаугершілікте ата-анасы басқа жаққа ауып кетті, бала менің қолымда қалды. Деп екі сөйлемді біз де жалғаулығы арқылы бір сөйлемге айналдырып жібердік. Яғни ыңғайлас салалас дегеніміз ол екі жай сөйлемді бір күрделі сөйлемге айналдыратын, және де әрі деген жалғаулықтар арқылы жасалынатын құрмалас сөйлемнің ішіндегі салаластың бірінші түрі екеніне. Әрі деге келейік. Кешіріңіздер. Әрі Қадырдың киімі таза, әрі денсаулығы да мықты. Бұл жерде Қадырдың киімі таза, денсаулығы да мықты деп қоя салуға болады. Бірақ әрінің орнына біз міндетті түрде үтір қоюымыз керек. Және де бұл ыңғайластың бір ерекшелігі тағы да қарасаңыздар, үтір арқылы да оны тауып алуға болады екен. Енді тапсырмамызға келейік, достар. Тапсырмамыз бізде қалай? Тапсырма, бостандық, еркіндік, азаттық сөздерді ажыратамыз. Бұл үш сөз бір-біріне синоним екенін білуге болады. Бостандықта өмір сүру дегенді қалай түсінеміз, достар? Бостандықта өмір сүру қазір қаншалықты? Қазір бостандықта өмір сүріп жатырсыз. Негізі қазір біз тәуелсіз мемлекетте, егемен мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Ал біз басшының қазіргі жағдайда басшының бұйрығын тыңдап, талапқа бағынып, үйде отырмыз. Бұл кішігірім біз бостандығымыздан шыны керек айырылып қалдық. Бара алатын жерімізге бара алмай қалдық, келетін жерімізге келе алмай қалдық, көретін адамымызды басқа қалада болсын көре алмай қалдық. Енді біз бұл орайда біз не түсінеміз? Яғни бостандығымыздың өзі біз үшін үлкен сый екенін, біз үшін үлкен орны бөлек екенін, және де ол нәрсені бағалау керек, құндылықтардың қатарына жатқызуға болатынын көреміз.
Үнтаспадан 10-шы аудио мәтінді тыңдаймыз, достар. Бұл 126-шы бетте кітабыңызда 10-шы аудио мәтін бар. Үнтаспа, яғни диск. Егер де сіздің жаныңызда диск болмаса, кітабыңыздың 126-шы бетін ашамыз. Енді бұл 126-шы бетте қандай мәтін? Бұл мәтін, яғни айыпталу, мысалы жазықсыз кезінде ата-бабамыздың алаш зиялыларының немесе жазықсыз ұлтшыл болып репрессияның құрбандары болған білесіздер. Енді сол мәтінді жақсылап оқимыз. Мәтінде қандай адамдардың өмірі жайлы айтылған, соған бір сөйлеммен аудио мәтін жеке чатқа жібереміз. Бұл тапсырма сіздерге. Бұжай Иманқұл Ерден Әмір Жүсіп Назарлардың айыбы қандай? Және де камерада айыптылармен бірге тағы кім отырды? Айыптылар дегеніміз бұл жерде кінәлілер, жазықтылар немесе жазаланушылар деп қарастыруға болады. Камерада, яғни түрмеде айыптылармен бірге тағы 5-ші, 6-шы сұрақтар. Мәтінде адамның қандай құқығы бұзылған? Мәтінде қарайсыздар, кейбір адамдар жазықсыз тіпті ән айтқан үшін ұстап алып кеткен, кейбіреуін Ахмет Байтұрсыновтың інісі болғандықтан Міржақып Дулатовтың, Мағжан Жұмабаевтардың кітаптарын өзінде жасырын ұстағандықтан қамалып кетіп жатқандары болған. Яғни бұл оқиға қай кезеңдегі нәубет? Бұл оқиға қай кезеңдегі нәубет? Мен айтамын, мысалы, бұл оқиға алаш зиялыларының репрессияға ұшыраған кезіндегі қиыншылық. Бұл жерде мен қалай білдім оны? Оның ішінде алаш зиялыларының 2-3 есімі берілген. Ол репрессия 1938 жылы болған репрессия. Сол репрессияның құрбандары ретінде мен бұл нәрсені нәубет пен қиыншылық ретінде қарастырамын. Нәубет деген сөздің өзі қиыншылық немесе тауқымет немесе тағы қалай синонимдес сөздер бар. Нәубет, қасірет. Мысалы, мен айтамын, СРО кезінде Отан соғысы уақытында бізде нәубет болды, қиыншылық болды. Ақтабан шұбырынды Алқакөл 2,5 миллион қазақ қырылды ашаршылықтан. Бұл да бір қазақтың басынан өткізген бір қиыншылық деп қарастыруға болады. Балалар, осы орайда үй жұмысын ала кетіңіздер. Тапсырма мәтін 6-шы тапсырма болып кітабыңыздың 45-ші бетінде. Осы сөзге 30 сөз рухани бостандық дегеніміз не? Оған 30 сөз келтіресіздер, достар. Ыңғайлас салалас сөйлемдерді табамыз. Ыңғайлас салаластан бөлек себеп салдар мен қарсылықты да тапсаңыздар болады. Себеп салдар, мысалы, сөйлемде айтамын, мысалы, 3, қарсылықты салалас 4, немесе ыңғайлас салалас 2 деп санын ғана көтіп келтірсеңіздер болады. Сонымен, достар, осымен сабағымыз тәмам. Зейін қойып тыңдадыңыздар деген үміттемін. Барлықтарыңызға сәттілік. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Көріскенше.